Құрметті Мағжан Жұмабаев атындағы жалпы білім беретін мектебінің ұстаздары мен оқушылары, 19 ғасырдың 60 жылдарында өмір кешкен қазақ халқының адал перзенті, ұлттық мақтанышы, қазақ педагогика ғылымының негізін салушы, сөз зергері, аудармашы, қоғам және мәдениет қайраткері Ыбырай Алтынсаринға 180 жыл. Мектептің алдында білім аллеясына Ыбырай Алтынсаринға арналып ескерткіш тақта орнатылған. Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге ықылас пен тоқлық. Ыбырай Алтынсарин қазіргі Қостанай облысының Затобол ауданында туды. Әкесі Алтынсары ерте қайтыс болып, атасы Балғожаның бауырында өседі. 1850 жылы Орынборда ашылған қазақ-орыс мектебіне түседі. Мектеп сабағы орыс, татар тілдерінде жүреді. Дегенмен ынталы да зерек Ыбырай мектепті 1857 жылы үздік шығады. Алтынсариннің қай шығармасын оқысан да, қиялға жетелейтініне, ойына ой қосып, қанат бітіретініне мүбә келтірмейсің. Адамзат бойына үлгі боларлық, ой саларлық, еңбекқорлыққа, адамгершілікке, жақсылыққа бастайтын үндеу жатқан жоқ па? Ендеше осындай тағылымы мол әңгімесінің бірі бақша ағаштары әңгімесіне құлақ түрелік. Жаздың әдемі бір күнінде таңертең бір төре өзінің баласы мен бақшаға барып, екеуі де егілген ағаштары мен гүл жапырақтарын көріп жүрді. Ата, мынау ағаш неліктен тіп-тік? Ана біреуі неге қисық біткен? Оның себебі балам, анау ағашты бағу-қағумен өсірген. Сондықтан бұл тіп-тік болып әдемі өскен. Мынау ағаш бағусыз өз шығу қалпымен өскен. Ата, олай болса, бағу-қағуда көп мағына бар екен ғой. Бағу-қағуда көп мағына барында шек жоқ, шырағым. Мұнан сен де өзінде әбірет алсан болады. Сен жас ағашсың, саған да күтім керек. Мен сенің қате істеріңді түзеп, пайдалы іске үйретсем, сен менің айтқанымды ұғып, орнына келтірерсің. Жақсы болып өсерсің. Бағусыз бетімен кетсен, сен де мынау қисық біткен ағаштай қисық өсерсің. Оқушылар, енді сіздер мына Ыбырай Алтынсарин туралы не білдіңдер? Осы Ыбырай Алтынсарин атамызды білу үшін біз қазір постер ұйымдастырамыз. Балалар? Келіңдер. Ыбырай Алтынсарин ұлы педагог. Ол фольклоршы болған. Ол этнограф болған. Ыбырай Алтынсарин. Ыбырай Алтынсарин аудармашы. Ыбырай Алтынсарин жазушы болған. Ыбырай Алтынсарин ақын болған. Ыбырай Алтынсарин қоғам қайраткері болған. Ыбырай Алтынсарин сөз зергері болған. Дұрыс, балалар. Ыбырай Алтынсарин ұлы педагог, жазушы, фольклоршы, аудармашы, этнограф, ақын, қоғам қайраткері, сөз зергері.